Дерек жобасында жүргізушілер әріпке байланысты сөздер мен деректер арқылы жарысады. Қонақтар өзіне ұнаған қызықты деректі таңдап, соған қатысты мәліметтерді тыңдауды жалғастырады. Ең көп қызықты дерек оқыған жүргізуші мен ең көп дұрыс жауап берген қонақ жеңімпаз атанады. Біз Мирас екеуміз әр шығарылым бір әріптен тұрады. Әр шығарылымда бір ғана әріп болады. Және Мирас екеуміз сол әріптерге бір сөзден сөздер болуы мүмкін, кейіпкер болуы мүмкін, зат болуы мүмкін. Біз сол сөздер бойынша сіздерге бірінші дерек оқимыз, сосын сұрақтар қоямыз, соны жауабын табу керек. Дейтін әріп қояр бүгін. Жоқ. Бүгін бізде Қ әрпі. Бізде Қ әрпі, сіздерге Қ әрпі түсті. Қ қызық болады. Қға жалпы сөз көп. Жақсы. Жақсы. Қандай сөз білесіз? Қотақ бас. Все, болды. Жалпы жалпы қысқа нұсқа әдемі күшті қызықты деректерді айтамыз. Одан кейін история, одан кейін сұрақ қоямыз ғой. Ол кезде кім ең жақын болады, сонда кім көп факт табады, соған сыйлық береміз. Мен ұтам бүгін. Ұтасыз ба? Ұтам. Мен де ұтам деп келіп отырмын. Жоқ, мен ұтам. Сыйлық береміз. Мен возраст сыйлаймын, бірақ бүгін ұтам. Болды. Мен де опыт бар ғой просто. Болды. Олай болса, Мирас бастайсың ба? Бастай береміз ба? Мен бастайын ба? Иә. Қ әрпінен келетін менің бірінші сөзім. Ол құмырсқа деген сөз. Құмырсқа? Бәріміз білетін шығармыз? Білесіздер ғой құмырсқа? Құмырсқа. Энд. Ағылшыншасы. Құмырсқа ма? Иә. Тексеру керек қой. Тексер? Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған, тек қиыр аралдарда және Антарктидада ғана кездеспейді. Ең алғашқы құмырсқалар 130 миллион жыл бұрын өмір сүріп, динозаврлардың құрдасы болған. Прикиньте. Натай араласқан ба? Қазір шынымен айтып жатсың ғой. Мен қазір шын деректер бар. Тиранозавр мен натай араласқан. Мен Нұр Тезектен алдық. Мен көргенмін, бірге түскен фотолары бар. Құрдас болған. Жер бетінде 10 триллион құмырсқа бар екен. 10 триллион? Иә, деректер бойынша. Сонда әр адамға шағатын болсақ, 2 миллион құмырсқадан келеді екен. 2 миллион құмырсқа жабылса, масқара боласың ғой. Мен статистикада мен уже 2 рет құмырсқа шақ көрген негізі. Құмырсқа шаға не? Иә, Мен алыстан араласқам. Құмырсқа илеуіне жола көрмеп едім. Алыстан араласқам. Мынандай бұтақ аласың да, сілекелеп илеуіне ұстайсың. Ана шағат, соны сорсаң дәмді ана. Қай жақта тұрдың сен? Зулустармен өскен. Динозаврлар көрген. Зимбабведе өскен. Бізде ауылда, короче, қызыл құмырсқа мен қара құмырсқа болатын. Иә. Екеуін бүйтіп ұстайтын да бүйтіп. Қызыл дәу болады кішкене. Төбелестіресің. Кішкентай болады. Бір-біріне төбелестіресің. Бірақ қызыл агрессивный болады кішкене. Қызыл жеңіп кетеді көбінесе. Иә, Қызылға шағатын көбінесе. Иә, кей кезде қара қашатын. Қуып жетесің, ұстайсың да, короче. Это из-за того, что я черный. Менің қазір оқитын дерегімде сол төбелеске қатысы бар. Бәсе, соны біліп тұрмын. Сіздер білу керексіздер негізі. Кейбір құмырсқа түрлері көрші колониялармен нағыз соғыс жүргізеді. Олар тек территория үшін ғана емес, ресурстар үшін де шайқасады. Құмырсқалар нағыз әскери стратегияларды қолданады, барлаушыларды жібереді, қоршауға алады және жаудың ең әлсіз тұстарына соққы береді. Және соғысты жеңсе бір ерекше әдістері бар екен құмырсқалардың жауларына жасайтын. Ол қандай әдіс деп ойлайсыздар? Так, мен айтайын. Мен пайымдауым бойынша. Нақты жауабын білмеймін, сол үшін табуға тырысамын. Пайымдап отырмын. Құмырсқалар жалпы жаңағы стаялық өмір сүреді жалпы. Отар дей ма, не дейді қазақшасы? Атар. Олардың тобыр деген келе екен. В общем, топ сөйтіп өмір сүреді. Олардың жаңағы иерархияға бөлінеді, әскерлері бар, жұмысшылары бар, жаңағы патшайымдары бар. Менің ойымша құмырсқалар басқа бір илеу жаулап алған кезде патшайымдарының басын кесіп, соған шарап құйып ішеді. Жаман. Ол емес пе не? Келетін сияқты? Чуть-чуть келеді екен, иә. Патшайымдарын өлтіріп, жалпы сол илеуді басып алып, ұлдарын құл етіп, қыздарын күң етіп, 200 жыл бодандықта ұстап, кейіннен сол зиялылардың барлығын өлтіріп, 25 мыңға жоқ зиялыларын құрған құмырсқалардың. Поверхностно. Менің ойымша, олар құмырсқалар тактика ғой арнайы. Менің ойымша, андай ағаштан ат жасайды да, әдейі апарып, илеулеріне жақынырақ қойып кетеді. Өздері еще разведчиктары іштеріне аттың ішіне кіріп отырып болады бәрі. Шахматта қап. Құмырсқаларынан қараңдар, ат деп илеулеріне кіргізген кезде, түннің кезінде аттың ішіне секіріп бәрін қырады. Ол емес пе не? Менің ойымша, олар құмырсқалар тактика ғой арнайы. Менің ойымша, андай ағаштан ат жасайды да, әдейі апарып, аттың ішіне кіріп отырып болады бәрі. Шахматта қап.
мен мынандай да пайымдама бар. Меніңше анау жеңіліп жатқан елеу жалпы 6 ай бойы қамал есіктерін бермейді. жауып, Сөйтіп ішінен жаңағы сатқын құмырсқа шығып ашып береді де сөйтіп басып алады. 200 мың құмырсқа. 200 мың құмырсқа дұрыс айтасыз. Мен ойлаймын, басын кесіп алып, жаңа патшайым сайлайтын сияқты, новоселье жасап, жаңа новый илеуге барып, жуатын сияқты соны тойлап. Или просто адамдар сияқты талпамен жүреді, талпамен ұрып кетеді бір-бірде. Подсказка жоқ па сенде? Или болмаса көмейіне қорғасын қояды. Сіздікі қатыгездік екен қатты, иә? Құмырсқалар ғой? Бұл құмырсқалардың илеуіне жолдышқа тығып істеген адам. Бұлар құмырсқаларға подсказка, бұлар жаңа жауларын жаулап алған кезде нағыз адамдар сияқты сол жаулап алған жердің адамдарымен бірдеңе істейді екен. Менің ойымша құлдық қалады барлығын. Өздерінің илеулеріне құлдық алып кетіп, өздерінің барлық жұмыстарын істетеді. Жоқ, мен видишь, олар құмырсқалардың көтендерді ғой. Құмырсқалардың көтендерді. Яғни, менің ойымша шприц тығып, сорып көтендерін кішірейтіп тастайды, и олар өмір бойы сөйтіп кішкентай көтпен жүреді. Жауларын жеткенде емес. Комплекс жау. Ана қарсыластан жиналған кішкентай көтен болып қалды ғой, бірақ ана шприцтің ішінде қалып қойды ғой. Соны ботекс ретінде өздеріне салып кішкене жаңағыдай екімен аш секілді типа үлкейтіп. Көтен жоқтар үлкен көтендерге қызмет етеді. Попстар деген секілді сондай болып кетеді. Жақсы. Көтен үлкендердің авторитеті де көп болып жүреді. Шындыққа жақынырақ екен. Двойной Білмеймін бургер деген сияқты. бұл қандай. Двойной бургер, жаңағы комбо деген секілді. Менікі новоселье, Тұрсынбектікі басын шауып алып. Менікі дұрыс деп білмеймін жалпы. Қиып Менікі двойной бургер. Дұрыс жауапты негізі тауып қойдыңыздар сіздер. Оны тапқан бізде Тұрсынбек. Мен басын білемін. кесіп алып па? Ол құмырсқа Қырғасын құяды дегенде ойлап тұрмын. Сол шындыққа жанасың. Ең қызығы олар қарсыластарын тұтқынға алып кетеді екен. Соғыс кезінде жеңілген жақтың кейбір мүшелерін бірден өлтірмей, оларды илеуден тамақ қалдықтарын шығару немесе ауыр жұмыстарды істету үшін өздеріне пайдаланады екен құмырсқа. Милары сондай екен. Бұл Тұрсынбек молодец, шапа ұрып қояйық, молодец Тұрсынбек. Ол құмырсқалармен жақын өскен ғой, жақын өскен. Илеулеріне сүйген. Мойындаймын. Сендер ауылда тұрдыңдар ғой, Жерде тұрдыңдар ма? Жерде бұрын ұйықтайсың ғой, жерде. Әлі жерде ұйықтаймын, құмырсқалар кетіп Құмырсқа баратады. кетіп барады ғой, шәртен біздің остановка қарай. Үйден ішінде өсетін, Жаңа Сен немене құмырсқалар отбасынан шыққансың? Зимбабведе тұрғанмын мен. құмырсқалардың несі бар ғой, жаңағындай жолы, андай ұзын жол жасайды ғой. Сол әлемде құмырсқаның жолы, әлемдегі ең ұзын жолы 6 километрге шейін құмырсқа жүреді. Ұлы жібек құмырсқа жол. Тұрсынбек илеуге сүйген ғой. Оған дейін оказывается құмырсқалар өздері құрбандық шалған, сол кезде Тұрсынбек келіп сүйген ғой. Тек құмырсқа туралы бола ма сонда? Жоқ. Болды бітті. Оны мен кетемін деші. Динозаврға дайындалып келемін. Менің бұл дерегіме қарсы жоламанның өзінің қыдан келетін сөзі бар. Қарпіне менде қылыш деген сөз. Жұмыр қылыш. Жұмыр қылыш. Алдаспан қылыш. Сіз кім мыналарды оқыдыңыз ба? Семтер қылыш. Жалпы қылыш ұзын жүзі бар, шабуға және тиреуге арналған суық қару. Біздің заманымыздан бұрын 2000 мыңжылдықтарда пайда болған. Жауынгерлік қылыштың орташа салмағы 1-1,5 килограмм. Орта ғасырларда қылыш жауынгердің абыройы мен намысының белгісі болған. Сен қылышың қандай? Авторитет мықты екен деп сырттан көрген ғой. Қылыш ұзын екен деп тұрды. Қандай болса, ешкім сыйламайды сені. Иә, чорт. Осы замандағыдай Оны пышақ шығасың, кішкентай болса, сыйламайды ешкім. Анандай сондай категориялары бар төбелестерде. Типа біреу мынандай ұзын дәу қылышпен бүйтіп. Біреуін қылышы майысқақ. Біреуін қылышы майысқақ. Біреуінікі ұзын жіңішке, біреуінікі кішкентай жалпа. Біреуінікі дос боласың. Біреуінікі өтпейді уже. 40-тан кейін өтпей қалады пышақтар өзі жалпы. Жартылай өлтіре ма? Когда как қой? 1953 жылы Елизавета II таққа отыру рәсімі кезінде күтпеген бір жағдай болды. Салтанатты қылышты тарту рәсімі бар оларда. Сол рәсімді Елизавета II келіп, қылышты олар андай қылыш тұратын үлкен алтын жалатылған қорабы бар, кәдімгідей. Соны алып Елизавета II алу керек та, полный эфир. Андай істеу керек қой, бастарына қоятын. Ол кәдімгі өзінің бір ритуалын істеп, қайтадан орнап қою керек. Бүкіл эфир, бүкіл халық, бүкіл әлем қарап тұрған кезде, ана қылышты қылыш алып беретін адам
ала алмай қалады ғой, анадан шығара алмай қалады. Коробкасынан ба? Иә, жанып кетеді ғой енді. Елизавет бәрі қарап тұр, бүкіл анау дейтін кім құрдымға кетейін деп тұр ана рәсім. Сөйтіп не істерін білмей бүкіл жауынгерлер келіп аны тартып шығара алмайды. Сол кезде шетте тұрған бір жігіт ана қылыш алатын кісіге бір зат береді. Бір зат береді де сол арқылы ана қылыштан алып шығып рәсім қайтадан жалғасады. Ол не зат? Ол зат ер азаматтың күш қуатын арттыратын витамин өнімдері. Витамин өнімдері, егер сіздер нағыз еркектік күштеріңізді әлі аша алмай жүрген болсаңыздар, витамин өнімдерін қолданыңыздар. Иә. Менің ойымша, ол жігіт қылышты неге шығара алмады? Өйткені қылыш ауыр. Сөйтіп атасын шақырып келді. Атасы апаны шақырды. Тартып шығара алмады. Апа қызын шақырды. Тартып шығара алмады. Қыз итті шақырды. Ол тартып шығара алмады. Ит мысық шақырды. Тартып шығара алмады. Құмырсқаға дейін кете беретін сияқты. Тышқан шақырды, тышқан шығара алмады. Дұрыс айтасыз, құмырсқаны шақырды. Ал құмырсқаны барлығымыз білеміз, көмейіндеріне қорғасын құйып кайфовать етеді. Жалпы Дұрыс емес. білем. Дұрыс болса таңғалатын. Бір сол жігіт бір зат беріп ана қылыш сол зат арқылы қолданып ананы алып шықты. Менің ойымша Алтын жабыса ма? бүйтіп шығара алмай жатыр ғой. Жігіт шығара алмай жатқан кезде анау тұрған бір мужик білдіртпей зажигалка берді. Өзін өртеп жүрді деген секілді. Сен өртеніп жүрсің деп па? Или былай оңға қарай сәл итеріп шығарған сияқты. Андай көтерсең алынбайды да, кішкене геометрия қосып барып көтерсең. Бүйтіп басасың ғой деп кейде білмеймін жоқ қалай Бөлі тартып атады ғой, интересно. Мен түсіндім. Жаңағы затты берген кісі, ол Мерлин сиқыршы. Ал жаңағы алып алған жігіт, ол Артур патша. Ал қылыш Эскалибур. Көтере алмайды ешкім, Менің ойымша хат беріп жүрген секілді. Хат? Иә. Оқыты. Хат беріп жүрді, типа қылышқа оқыт деген секілді. Ашты хатты қылышқа оқытты, типа қазір шығып қалсам бүкіл сенің қылыш отбасында Жоқ, басын жабамыз деді. жоқ қыламыз. Қылыш дейді ма? Қылыш қиды. Қазір шықпасаң басын жабамыз деді. Иә. Ол бірақ мүмкін емес ой. Ол хат беруі мүмкін. Қылыш хатты оқуы мүмкін емес те сияқты. Так, менің Подсказка бересің. Подсказка, ол зат берген именно сол зат күнделікті өмірде қазір адамдар қолданады. Адамдар қолданады. Біз Мен қазір қандай адамдар қолданатынын айтсам, қазір прям очевидно. Онда болды ғой. Қасық. Ойланғаным ше ответ бар ғой. Вилка. Жоқ, кухнядан шығайық. Вилка қасық деген жақсы екен. Кухнядан шығайық та, Так, залға. жұбайыңмен спальныйға кірсеңдерші. Смазка. Енді ол кезде смазка өте тапшы болды ол кезде. Бет алды қылышқа қолданады. Жоқ, анандай машинаға неше түрлі смазкалар бар ғой. Тахта Май кровать. сияқты. Май, мүмкін май. Тахта кровать. Горячий, ау? Тахта кровать. Тахта кровать? Шкаф малала жондарға арналған іздеп шкаф. кетті ғой тахта кроваттың суретін гуглдан. Альбом. Анандай. Жастардың немесінде ілініп тұратын, комнатасында ілініп тұратын. Пластик терезе. Пластик терезе жақсы вариант. Өйткені жас жұбайлар обязательно пластик терезе қояды. Жас жұбайлар не істейді тұрса? Басы үшкіртіп қойды. Короче, қылыш қыстырылып қалған ғой, анаған. Қатты қыстырылып қалған, шығару қиын болып тұр ғой. Сондай темір, енді анау да металл ғой енді, алтын, сол металлға шығару үшін не қолданады, не істейді, қандай нәрселер қолданады. Жүзік емес па? Смазка деген жақсы. Спальныйда әйелдің зат, ладно, ол затты әйелдер көп қолданады. Менің ойымша Кейбір еркектер де қолданады, бірақ. Таптым. Пинцет деген жақсы вариант. Пинцет деген жақсы вариант. Заколкасы емес па, шашында? Пинцет логичный. Заколка. бүйтіп ала салады қысып. Тағы да подсказка берші сен. Подсказканың бәрін бердім жігіттер. Ободок. Оны қыздар күнде қолданады, а кейбір ұлдар тоже қолданады, бірақ медицинский тұрғыда. Ол кисточка ғой. Сен хронды азайтып отырсың. Резинка. Резинка? Иә. Не резинка? Резинка, шаш болатын. Шаш болатын. Онымен қалай алып шығуы мүмкін? Шеттен тұрады да көтереді. Бүйтіп өткізіп жабысқан жерден. Ол қылыш өткір ғой, ол кеш жүреді ғой. Иә, кеш жүреді. Қылыштың қыны болады ғой сыртында. Иә, ол. Аптекаларда сатады. Аптекаларда сатады, және басқа магазиндерде сатады андай. Ол бір подсказка соңғы. Косметика сатады магазиндерде. Контрацепциялық өнім ба? Жоқ. Жола білмейді жүрмін. Білмеймін. Пудра емес, е? Пудрамен бүйтіп приштарын жоқ қой жүрсе. Ол шыға бересе қалшы. Эфирға дайынсың десе. Хайлайтер. Хайлайтер. Жылтырап тұру үшін ба? Консилер.
румяна тағы не бар? жоқ пудра Румяна, румяна контур. дегенде күшті екен андай қылышты алып бүйту керек қой негізі Бальзам для бүйтпей губ. пудрамен бетіне бүйтіп үш жерден. Мицеллярная вода. Перекись водорода. Тоже. Сендер бәрін айта берсеңдер, негізі соған келесіңдер. Бірақ ол өте очевидный зат. Аптекада сатылса, ол бірақ ол помада, қайшы, помада. Помада? помада? Иә, гигиеническая помада. Кәдімгі қолданатын Бальзам ба? Иә, кәдімгі қол берді. Сол помаданың шеттеріне полный жағып, ана аккурат алып шыққан. Смазка ретінде пайдаланып Смазка ретінде емес, ол помада ерінге ол. енді сен Маған смазывать жазса? етесің ғой ерніңе. Жауабы ана жігіт ерінге арналған гигиеналық помада береді. Ұлыбританияның қасиетті рәмізін ерінге арналған арзан құрал құтқарып алады. Осындай факт. Қалай? Шапалақ атып қойыңыздар. Жақсы екен. Бірақ қиын екен. Иә. мынау тиконікі жақынырақ болды ғой иә негізі. Жақынырақ болғанда по факту Талап помада демайды, деп иә. айтады. Ол жақынырақ емес, ол кәдімгі помада Онда деді. тикоға. Алап Иә, деп иә. айтты. Мирастікі на поверхности жеңілдеу болды. Сенікі ауыр болды. Менікі ауыр болды. Иә. Андай табуға ма? Иә. Сосын сенің подсказкаң нашар болды. Мә? Әйелдер болды. Онда Сондықтан мен лично саған екінші мүмкіндік беру үшін сені таңдаймын. Қылыш қызық болды, маған құмырсқа вообще таныс болғандықтан. Құмырсқа деген сұрақ жалпы өте құсық сұрақ болды. Құсық, иә. Мен жерге Белден төмен, былайша белден айтқанда. төмен, Құмырсқа пәтуасыз, деген белден төмен болды. сүйкімсіз, сұрықсыз. Айтып отқан Белден адаммен төмен былай пара-пар. тұрсын, аяқтан төмен болды. Иә. Адам қандай сұрақ қойса сондай дейді ғой жалпы. Иә. Құмырсқаны жерден алып жерге салды. Иә. Мирас сондай болды сұрағың. Ренжіме? Ренжісең не істейсің маған дейсің қарына. Жалпы маған құмырсқа деген сұрақ өте ұнады. Өйткені танымдық берері мол. Құмырсқа деген енді ол жалпы айтып тұр 10 триллионға жоқ құмырсқа бар. Бізден әлде қайда көп. Бір адамға 2 миллион құмырсқадан келетін болсақ, біз оларға қалай қарсы шығамыз? Сол үшін мен құмырсқа деген сұрақ маған көңіліме қонды. сіз құмырсқаға бердіңіз, сіз маған бердіңіз, иә? Қылышқа. Онда 1-0 менің қылышым қалды. Иә. Менде келесі сөз дегенде бұл персонаж адам, барлығымыз білеміз, Қайрат Нұртас. Тамаша. Кім ол? Қайрат Нұртас, қазір айтып беремін кім екенін. Шын аты Қайрат Айдарбекұлы. Түркістан қаласына туған, жасөспірім кезінен ақ танымал, кішкентай кезінен танымал. Алғашқы хиттері бүкіл елге тез тарады, дисктар арқылы, кассеталарға. Қазақстандағы ең табысты коммерциялық әншілердің бірі. Хит әнші, шоумен, легенда жастардың арасында. Өмірі туралы, мүмкін сол арқылы білетін шығарсың, өмірі туралы өкініш деген кинофильм түсірілген. Сосын Арман, когда ангелы спят дейді. Иә. Бұл деректерді мен Қайрат Нұртастың өзіне сұрай алмадым, трубкасын алмады, бірақ кейбір интернеттерден алдық. Енді біз білмейміз ғой, бірақ шынайы деп білеміз, өйткені бұл жерде интервьюлардан айтылған. Қайрат Нұртас бір күні самолеттен түскенде алдынан бір адам шығып, Қайратқа бір ұсыныс айтқан. Сол диалогтан кейін халық Қайраттың кредиті бар деп өсектеп кеткен. Жұрт халық Қайрат Нұртас кредит бар екен деп сол диалогтан кейін айтып кеткен. Сұрақ, ол қандай ұсыныс болды, немесе ана адам Қайрат Нұртасқа не айтты? Менің ойымша ол бір жігіт жақындады, сол біраз сөйлесті да, и ана жігіт кетейін отқан кезде мына жерде банкомат бар ма? Неге дегенде кредит төлейтін күн еді. Мен ойымша мынандай болды. Адам келді да, Қайрат Нұртас, сіз жалпы осы қазіргі жетістігіңіз кімнің арқасы деп ойлайсыз деді. Сосын ол кісі тұрды, әуелі екінші анам, үшінші әкем, төртінші әйелім, бесінші қызым, алау, Инстаграм қалау, который. Алтыншы сен, жетінші құмырсқа. Шаққан кезде бірінші дауысым бар екен түсіндім. Шаққан кезде деп айғайлап едім. жалпы енді жеке айтып отпайын, жалпы халқым ғой. Халыққа мәңгілік қарыздармын. Халыққа мәңгілік қарыздармын деді да, сөйтіп. Қайрат Нұртас халық банкқа мәңгілік қарыздар екен деген стат не шықты осы. Жақсы. Или досы келді да, Қайрат күтіп алған ше. Ринат. Келді да, Ринат,
может 13. Малцагов. Родной, короче, тиын керек көп тұр, сұрашты, кредит алып берші. Ай Ринат сайын Малцаговқа төлеп ма? отырамын, үш айда жауып Явно тастаймын. керек қой ақша Үш айда- үш айда жауып тастаймын деді ғой, короче. Үш айда жауып тастаймын, бір күш түседі деді ғой. Анау алып бергісі, мен уже алып тастадым, Семейден кредит алдым да түседі. шаруаларға, короче. Батяға алып бердім, беттім. Анау айтты да, алып бермесем сен өсек таратамын, сен кредитің бар екен деп өсек таратты. жоқ баяғыда сол Деген ДТО халық андай инфоповодтарға ашық еді ғой Мгм. қайрат атасы темекі шегеді екен деп шулай айтып жатыр ғой баяғыда. Иә. Бет алды. Сол кредитті сөйтіп түсіп кеткен болып тұр ғой иә. Бұл қай жылдары болғаны белгісіз ба? 2007 шығар. Біздің заманымыздан бұрын. Білмеймін қай жылдар Подсказка екен. бер енді. Подсказка бергенде Аяушылық деген білмейді екенсің вообще. Мирас жақсы. ол адам келіп қайраттан көмек сұраған ғой. Қайрат Ақша танымайды. сұраған ба? Ақша сұраған мүмкін, иә. А, Бірақ ақшаны прямой сұрамаған, ол бір бір ұсыныс айтқан, варианттар айтқан. Иә. қайрат нұртасқа келді да біреу. Мхм. Өте мақтады ғой. Мхм. Қайреке, мен сені өліп тыңдаймын. Рас. Сұмдық. Мен сен үшін мен әйеліммен ажырасып кеттім. Мхм. Евнар Айдар лучше деді маған. Долбоеб что ли дедім, ажырасып кеттім деді мысалы, сөйтіп айтты. Мхм. Мен сені өте қатты жақсы көремін деді. Мен әкем атын Қайрат деп өзгерттім даже дейді ғой. Мхм. Мен қазір Жоламан Қайратовичпін дейді. Сөйтіп айтады да ана. Мхм. Енді Қайрат енді датаво мәз болып кетеді ғой андай. Мхм. Сұмдық енді осылай жақсы көреді адам бар ма дейді. Сөйтеді да, братан қайда баратсың деді ғой Қайрат. Үйге қайтып бара жатыр. Бля, братан, мен қайта алмай тұр едім. 2000 теңге бола ма, братан деді. Сөйтті Қайрат Нұртас енді ақшасын бәрі мамасында да оның. Иә. Енді анадан кейін енді бля, мамамда деп айту гонева да, короче. Бля, братан, бүгін ғана кредит төлеп тастап едім, 350 000 теңге. Мхм. Деді ғой, короче, примерно. Содан шықты өсек. Жақсы, күшті вариант, өте күшті. Әлі ешкім таппады ма сонда? Мен табамын қазір. Яғни анау Короче, бұл жерде- Қайрат маған кредит алып берші деді. Анау қыз болған. Шын мәнінде. Қыз ба кредит алып берші деді, Қайрат тұрды. Кетен нахуй өзінде кредит. Бля, Қайрат, мен сені списогыма жазып қоямын деді. Анағы сөйтсе Айка екен. Сен айналдырып әкей ұрып жатсың ғой, давазыр жоқ. Сен кәдімгі айналдырдың маған десе. Бұл жерде екеуінің арасында диалог болған. Ана жігіт Қайрат Нұртасқа бір ұсыныс тастаған. Бұл жерде ұсыныста мәселе. Қайрат Нұртас ол ұсынысты қабылдаған. Қабылдағанда Қайрат Нұртас бір действие жасаған. Бір действиядан кейін барып халық ол күні 3 күннен кейін ба тарайды ғой өсек. 4 күннен кейін ба сөйтіп шыққан. Іздеме Гуглдан. Жоқ, іздеп отқан жоқпын. Мен жауабын таптым. Жігіт келді да. Қайреке қалайсыз деді. Мен де өзіңіз сияқты әншімін деді. Жақсы бір әнім бар еді, сол сізге тыңдатып көрейінші. Болмаса осыны бірге айтайық. Давай, қандай ән деді ғой. Мына әнді қосты ғой. Сөйтіп Қайрат Нұртас кредиті болып шығып, сырым өзі шығарып осы әнді. Сөйтіп Қайраттың кредиті біткен соң сырым да бітті, сөйтіп сол беті. Жоқ, Қайрат кредит алып, сырым осы ән жазып берді. Кім айтқан ғой, бұл өлеңді кім айтады деген ғой. Сырым Исабаев дейді ғой. Все, сырымды дал, Исабаевты дал, кеттік деген. Сырым Исабаев. Қайрат айтты, сырым айтты, менде сырым Исабаев дейді. История бұзылған, кредит бар, менде ай сайын өзім 350 000 төлеп отырмын деп сырым айтты да. Сырым айтты, сосын родной сен алсайшы кредит, саған шығады ғой. Сосын бірге төлейміз деді да. Қайрат қадап кетті, сырым черный списокқа кіріп жоқ болып кетті. Жоқ, андай ғой, короче. Менің ойымша ана жігіт Қайратты видеоға түсіріп бітті да, короче. Қайраттың кредиті бар екен деп мазақтады, короче. Қайрат тұрды. Не қарайсың? Отморозов, блядь. Сөйтіп айтты, примерно сондай болды. Или улыбнись, если у тебя есть кредит деген тренд түсірді. Қайрат күліп қойды сосын. Жақсы. Жауабын айтайын. Жауабын мынау қазір сен айту оқисың. керек керек. Мен явно мынау ешқашан таба алмайтын сұрақ болып шығады, мен отвечаю. Қайратқа ана адам келіп қолындағы заттарын беріп сатып алшы, кредит төлеу керек болып тұр бүгін деп айтады. Қайрат қанша деп сұрайды. Не заттар көріп тұр да, қанша? 1 200 000 құны.
негізі бірақ 200 мыңға беремін дейді. Алып қаш дейді. Не деген? Қайрат Нұртаста артық ақша болмағаннан кейін сол жерде кредит алып, ана адамға аударып жіберген. Содан кейін адамдар Қайратта кредит бар деп таратып жібереді. Анау халықтар бар, үш сағат жүретін. Бертін болған нәрсе ғой. Ну, бертін болған негізі. Кредит алу үшін кәдімгі бару керек едің ғой Евразийский банкқа. 2021-ден бастап кредитті былай ала берген болды. Сол, жақында болған Не сатқан сонда? Оны нақтан Походу, телефон, сағат, сондай заттар шығар. 1.200.000-ге ме? Ну, жоқ, 1.200.000 деп құны деп айтқан ғой. Мынау 1.200.000 тұрады ма бәрі. Ну, сен 200 мыңға алып қаш деп айтқан ғой. Қайрат мүмкін аяп ала салып, или... Явно паленый нәрсе ғой, YouTube баға түсіретін болса. Онда парфюм сататындар бар ғой. Сол ғой. 200 мың тұрады, 20 мыңға алып қаш. Кеше Франциядан алып келдім. 800 миллион тұрады. 2,5 алшы дейді ғой. Қайрат Нұртасқа папада дедіп тұрған Қайрат ұялған шығар. Сөйтіп кредит қолын көзінше кредит алып берген ғой. Еще анау неблагодарный екен, артынан сұлық таратып жүрген еще, Қайрат Нұртастың кредиті бар екен. Мүмкін. Или Каспийдің өзі таратып жүрді. Қайрат кредит беретін Мен просто мына жаңалық мысалы естімегенмін ешқалай. Қайрат мынау деп келді ғой білмені. Дануны Қайрат Нұртас кредит алып отыр. Яғни біледі ғой, клиентский базасы бар ғой. Еще кредит наличными. Постоянно еще счетынан. Ол кісінің иін біреу біліп қойып, сол иінімен шығып кетті ғой, бұрын андай бар еді ғой, иін жазасын, терминалдарда кредитің шығарып тұрады ғой, сондай нелер шығып кетеді ғой ең басында. Содан кетті ғой. Көп әдістер сөйтіп шығып кетті анау. Терминалға барып иінін біліп алып, бәрінің иінін жазып. Қазір сол үшін планшеттерді алып жатыр, сондай болмас үшін. Иінін білеміз ғой, 100-ші тұрды ғой. Жоламанға мен просто... Мен қалай? Факт. Нашар қиын, ұсқынсыз. Енді қазір мирас сен білмеймін. Ол редакторлардың жазып берген. Жалғыз іліп алар нәрсе Сырым Исабаев болды. Енді сені қойсам. Әй, күлкілі бар деп тұр, көп болды. Мирас енді қазір білмеймін мен. Мирасқа үміт бар. Еркін Нұржанды жайлы оқу керек па, чтобы жеңілу үшін сені. Давай. Мен Қайрат Нұртас дегенге уже іздеп кеттім де, пара-пар біреу керек қой қасына. Сосын күшті не тауып алдым. Қымыз деген. Опа, міне, уже. Қызық, кішкене бар, Қымыз. Без үстінен ашыту арқылы алынатын ежелгі шипалы сусын. Оның құрамында дәрумендер А, Е, Б, С сияқты минералдар өте көп. Қымыз микробтарға қарсы қасиетке ие. А, Е, Б, А, Т, С, Я, Т, С. А, С, вверх, вверх, вниз дейтін минералдарға. А, У, Т, Е, П, Д дейтін. Иммунитетті нығайтады және ас қорытуды жақсартады. Марко Поло дейтін кісі 1270 жылдары Ұлы жібек жолымен саяхаттап, Құбылай ханның сарайында 17 жыл қызмет еткен әйгілі венециялық жиһанкез. Ол еуропалықтардың ішінде алғашқылардың бірі болып, қымыздың жасалуы мен оның көшпенділер өміріндегі маңызын қағазға түсірген екен. Марко Поло өзінің атақты әлемнің әралуандығы туралы кітабында қымызды былай сипаттайды. Олар, моңғолдар мен түркі халықтарын айтып отыр, бие сүтін алып, оны ерекше тәсілмен дайындайды. Нәтижесінде ол ақ шарапқа ұқсайтын өте дәмдәрі күшті сусынға айналады. Олар оны кимис деп атайды деп Марко Поло жазып кеткен екен. Бірақ Поло сол кездері қымызға тағы да бір атау берген. Қымыздан бөлек тағы мынандай нәрсе деп. Сол қандай атау деп ойлайсыздар? Мен жатау қалай дедім? Кемис деп. Қымызды сөйтіп естіген ғой құлақпен, сосын өзінің жазып жүргеніне кемис деп жазған екен да. Так. Шарап сияқты. Мен варианттарым сондай. Бір-ақ сөз, екі сөз. Так, Марко Поло. Марко Поло, Мой любимый Марко Поло. Зеленый. Опять не чемпион Германии. Опять на втором месте. Кимис. Подсказка. Кимих деген ғой. Кимих, футболист. Подсказка берші. Баварияның футболисті. Ол андай нәрселерді көрген ғой, адамдар қымызды ішіп, шаршап отырған адамның өзі деп ше? Ондай өзіне сенімді болып кетеді. Энергетик. Энергетик деген ғой. Мынау деген Горелла Манго. адамдар қара. Мен қымызды аламын да, ішемін да кішкене, чуть-чуть бүйтіп масаям. Кішкене бүйтіп билеп, өлең айтқым келеді. Кейіннен қызып кішкене. Қызып, кішкене қан жүгіріп бойыма. Әдемі қаласың ғой. Күшті болып қаламын. Баняда ішсең әсіресе. Дәрі деген ғой. Мен сіздерді қинамай қойсам болады, негізі тілегеннің бірінші жауабы дұрыс болды. Энергетик деп айтып кеткен. Energy деген ғой. It's energy, oh my god деген ғой. Дәл осылай айтқан ғой. Марко Поло қымызды тек шөлғандырып қана қоймай, бойға қуат беретін қасиетін атап өткен. Ол көшпенділердің қымыз ішкеннен кейін ұзақ уақыт бойы аштық сезбейтін көрген. Ол әрбір сарбаздың ер тоқымынандай торсықтарын іліп, ішіне биенің сүтін салып қояды екен.
и жаңа атпен жүрген кезде торсық шайқалып анау сүт ашып қымыз болып кетеді екен. Ана кісі бәрін көріп зерттеп жүріп, ана кісілер ішіп қатты соғысқан көріп, мен энергетик екен деп өз заманында айтып кеткен екен. Қатты соғысқанын көріп? Андай активный болып кеткен. Все, ты білесің бе? Білейші. Марко Поло. Марко Полоның өзі бір-екі рет аяқ жеген сияқты. Вот ішіп отырады ғой, қымыз бәрі ішіп отырады да, кішкене масайып қалады. Вот ты Марко Поло. Скажи, вот. Бренд шығармай ма? Примерно мындай болды. Бренд Марко Полоны ішіп отырады. Поло ма? Қымыз ішіп отыр Марко Поло. Мен Марко Поломда мысалы. Жүрсе Марко Поло болды, примерно. Мынау энергетик екен ше. Марко Поло красавчик. Ризамыз. 17 жыл қасында жүрсің, красавчик. Мынау энергетик екен ғой. Энергетик екен ғой мынау. Масадан ебан тойым. Олып мен Өте нашар. Жағын актер отыр, екеуі масадан ойнап жатқан ше. Мысалы, сен Марко Полосың ғой, иә? Мынандай бар, қарашы, мынандай бар, қарашы. Үзіп отырайықшы. Мен Марко Полом ба? Бәрібір. Давай, сен қазақсың, иә? Мен Марко Поломын, давай. Жақсы кетіп отыр, жақсы кетіп отыр. Дәл тейді Брат, мынау. есть чё? Деген бар керечі. Құқты, Марко Полоға рахмет. Оған Оған ағы рахмет айтады. Ал, дауыс беріңіздер. Қайрат Нұртас немесе қымыз ба? Марко Поло. Қымыз. Все болды. Орыс дәрігері Нестор Почников дейтін кісі қазақ даласына келетін қымыздың ғажайып қасиетін зерттеп, 1858 жылы Самара қаласынан жақын жерде алғаш ресми қымызбен емдеу мекемесін ашқан. Танымал болып Англиядан, Франциядан және Германиядан бай шенеуніктер мен ақсүйектер келген қымызбен емделуге. Патша отбасы Ресей императорының туыстары да осында денсаулығын түзеткен. Ол мекеме қандай аурудан емдеген? Таптым мен. Ол ЖКТ аурулары, желудочно-кишечный тракт, ол дизентерия болуы мүмкін, диарея болуы мүмкін, язва болуы мүмкін, асқазан обыры болуы мүмкін. Асқазан обыры деген гастрит па? Язва, гастрит, язва деген сол гастрит емес пе? Или жалпы тағы да қандай аурулар бар. Бірақ, айтып отқан дұрыс, қымыз енді асқазанға да негізі шипасы бар. ЖКТ аурулары. Ана мекеменің профилі басқа болған. Профилі? Емдейтін саласы басқа болған. Басқа жерде емдей ма? Сол үшін адамдар келген екен. Ондай болса, мен ойымша ол. Еще танымал адамдар да келген. Менің ойымша, ол көбінесе адамдар ұйқысыздықтан емделу үшін келген. Дым жоқ, тек қана қымыз. Ішесің, шасын, ұйықтайсың. Осындай. Дым жоқ, 4 қабырға. Бессонница. Суық деген адамдар, өкпесіне суық дегенде пневмония, суықтарын шығару үшін. Жақсы вариант тоже. Мен ойымша қан қысым аурулары. Вы определитесь уже. Жөн, каждый өз вариантын айтып отырсың, дұрыс болса дұрыс айтып Дұрысын тоқтатып алсай. Отыра береді екенсің. Разный варианттар айтып отыр. Дұрысын тоқтататын болсақ, бұл жерде кім ұтты деп ойлайсыздар? Мен ойымша Азат. Азаттың жауабы дұрыс. 19 ғасырдың ортасында Ресей мен Еуропадағы ғасыр дерті саналған туберкулезді емдейтін дәрі болмағандықтан қымызбен емделген екен. И оның ішіндегі ең атақты пациенттер Лев Толстой мен Антон Чеховқа шейін болған екен. Олар емделді ме соңында? Туберкулез немі иттің еті. Сұраманда қайдан білемін. Сорбас. Қымыз сұйықтықтан алыстамайық. Менің келесі Қ әрпіне сөзім қан сөз. Еба, қатты алыста кеткен. Сұйықтық қой. Барлығымыздың сұйықтық деген бір түрлі. Барлығымыздың бойымызда ағатын қан. Қан ағза ішінде үздіксіз айналып жүретін сұйық дәнекер тін. Қан адам дене салмағында шамамен 7-80% алады. Сендердің салмақтарында қанды алып тастасыңдар, біразға арықтайсыңдар негізі. Арықтағанда қан құрамында натрий. Любой денеңнен любой бірдеңе алып тастасаң арықтайсың. Тырнағыңды алып тастасаң арықтайсың да. Ол өтірік. Тексердім. Ал енді бір оқиға 19 ғасырда Еуропада ғалымдар қаны аз немесе қаны нашар адамдарға тұрмыста қолданылатын бір сұйықтықты тамырларына құйған. Қаны нашар, қаны аз адамдарға тұрмыста қолданылатын бір сұйықтықты құйған. Олардың ойынша ол сұйықтық қанды алмастырады және туберкулездан
айықтырады. Қымыз Бірақ болған. адамдар қайтыс бола бастаған. Не істейсің? Сұрақ, ол қандай сұйық? Қымыз. Қымыз Жоқ, болса наоборот Қызылшаның суын сорпасы қайнатып. чисто цвет үшін ба? Не чисто цвет үшін. Қанға сәл жетпей тұр, тағы қайнат дедің ба? Мен ойлаймын, сойылған доңыздың қаны. Доңыздың? Неге? Ол кезінде ол жақта доңыз жейді. Тем более доңыз адамның немесімен организмімен 80% па 90% па ұқсас. Жүрегі барлығы. Доңыз ба? Мынада қан, Сол үшін мынада жеуге қан. болмайды, иә? Қазір адамдарда доңызды жүрегін адамдарға пересадка жасап көріп отыр. Мысалы. Ол рас па? Міне. Коньяк. Бірақ ол сұйықтықтың түсі басқа болған. Матча латте. Может, өте банальный болуы мүмкін. Су. Су. Так. Тұрмыста қолданылатын сұйықтық 19 ғасырда, яғни 19 ғасыр дегеніміз 1800 жылдар. Иә, ол жақта көп ондай сұйықтық жоқ, тұрмысқа қолданылатын, өзі қолданылатын сұйықтықтардың өзі бірнеше Таптым. бар шығар ол. Таптым, бұл жануардың менің пайымдауым бойынша сиырдың сүті болуы мүмкін. Дәл солай. Ма сондай ма? Сүтін құйған ғой. Неге? Сиырдың сүті ішінде емдік ингредиенттері ішінде өте көп. Лактоза. Иә, и ол ақ түсті болса да, тек түсі ғана айырмашылығы ғана бар деп ойлаған ғой. И бірақ оны құйған кезде май мен жир бар ғой сүттегі, сол тромбтарды жауып, быт-шыт болып адамдар өле бастаған. Бірақ олар 1 жылда эксперимент жасаған ғой. Өлетіндей бар. Мына сүт просто слабый деп жасай берген ғой. Сүттен көре берген. Уже 2 қадам қалған ғой, короче. Сояған ғой. Бәрі қылып, көт қысамыз ғой. 2 адамға. Біткен ғой, брат. Последний адамға жалко да. Сиырда қамады зай болды. Қараш, последний адамға қарап тұрғанда, давай мынаған сик, мынау өлсе болды, тоқтатайық. Последний адамға жалко да. Иә. Мынау өлсе, короче, сідікке көшеміз екен. Сенен бастап. Прямой сүттен тамырға жіберді. Екінші очередьте тұрған адам, бля, дейді. Сиыр сүті, молодец Тұрсынбек, сен озат бүгін, озат болып қоятсың. Жақсы, күшті. Дауыс беріңіздер. Қандар отатындай ақ екен. Мына жақта не болды? Менде қымыз болды. Қымыз? Жоламанда қан болды. Қан маған қызықтырақ болды. Маған қан қызықтырақ болды. Мен голжым жетпейді ғой. Саған бере салайды. Деп қандай. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде америкалық әскерге қан қатты тапшы болды. Тұтас қанды бет құйып алып апара алмайды да. Сол кезде олар қанды фракцияларға, бөлшектерге бөліп, құрғақ қан, плазма, получается, жасауды ойлап тапты. Бірақ сол дәуірдің наным сенімдеріне негізделген бір оғаш бюрократиялық кедергі пайда болды. Бюрократия деген қағаз жүзіндегі ма ол? Жоқ, қандай. Бір жеке қағаз жүзінде біреудің жеке ойы арқылы шығарылған не емес па? Біреудің интерес арқылы. Иә. 1940 жылдары ақшта сарбаздарға қан жетіспей жатқанын қарамастан, плазманы араластыруға ресми түрден қатаң тыйым салынған. Бір-біріне араластыруға. Ғалымдар биологиялық тұрғыда еш айырмашылық жоқ, араластыра берейік деген. Бірақ үкімет контейнерлерді бөлек тамбалауды орасан прям бөлек тамбалауды, қандарды орасан қаражат құртып, прям сөйтіп до конца тұрған. Сұрақ, қан, плазма қандай белгі бойынша араластырылмады? Бұл бір үлкен проблемамен байланысты. Әлгінге енді жоқ, бірақ бұрыннан бері байланысты. Араластырмады дегенде қалай, типа басқа адамдардың бір-бірінің қанын, мысалы, типа сенің қаның бірінші положительный ғой, и тиконкада бірінші положительный болса, олар бір жерге араластыруға болады ғой оны. Бір жерге алып, бір донорство істеуге болады. Бірақ әр адамдікін араластырмаған. Бөлек-бөлек апарған, иә. Почему? Потому что неге болезньға байланысты. Ауру бар ғой. Ол кезде қандай ауру ғой? Болезньға байланысты. Мен вариант тоже жақсы. айтайын деп тұрмын, генетикалық ақаулары бірдеңе болуы мүмкін деп. Ал егерде ғалымдар газовать етіп тұрып, үкімет қарсы болса, яғни бұл экономикалық, яғы болмаса жаңа бюрократиялық бір мәселе. Бюрократиялық деп айтылып тұр. Иә. Қанның плазмасы.
плазменный что бывает еще телевизор өтірік шығара берсең. мүмкін бір қан ол туысы болып шығуы мүмкін. Сөйтіп араласып быт болып кету, жеті ата. Бюрократия Ондай емес, иә? Америкада болды да бұл. бір бюрократия. себеп үшін араластырмаған. Яғни қағаз жүзінде араласпау деген. Бірақ ол үлкен проблема ол жақта. Таптым. Бұл дұрыс жауап деп ойлаймын, өз басым. Расизмге байланысты деп ойлаймын. Яғни қара нәсілдермен ақтардың қан араластыруға Америка халқы қарсы болған деп ойлаймын. Халқы емес, үкіметі қарсы. Халқы Дұрыс жауап. Базар жоқ. Ол кезде расизм бұл ақтардың қаны бөлек, қарлардың қаны бөлек деп неткен. Хотя бұл қандардың плазмаларын біріктіруге болады, одан ештеңе болмайды деген дәрігердің өзі қара нәсілді болған. И ему было обидно, и он плакал. Из-за этого ғой, қара нәсілді болған үшін ғой. Ақ адам айтса көң қашет бер. Күшті Тұрсынбек жауабын тауып қойды сенде. Тап қойдың ғой мен. Барлығын тек Тұрсынбек тауып отыр ғой. Соны айтамын. Иә, күшті. Маған мотивация осы болды. Не бересіңдер ей сол сыйлық болды ма? Сәресіне бірдеңе бердірші дейтін. Жоламанның қанына қарсы менде қыдан келетін қала деген сөз бар. Қала халқы тығыз орналасқан. Не үшін қарсы болып отырсыңдар бір-біріңе вообще? Ешқандай қарсы жоқ қой екеуіңнің араларыңда. Бауыр болмайсыңдар ма? Араласпайсыңдар бір-бір қазақ бөлінбей. Россияда солай істеген Тико. Бұл Қазақстан ғой. Соны айтам. Әзілдеп. Болды. 50 жылға қуып жүрейік пе екеуіңді? Біз солай жылқынамыз. Хукетке де бара алмайсыңдар ғой сендер. Холланд. Мен де Россиядан 50 жылға қуып кеткем. Алдыңға жатып. Аттап жүгіре кетсе. Серьезно? Депортпен. Неме дейсің? 50 жылға мен де депорт алып қуып кеткем алдыңғы жылы Россиядан. Серьезно ма? 3 күн қамалып ұстады Сабуров, Москвада. ты не первый, единственный, понял? Но күшті түсір олдыңыздар ма? 50 жыл. Тиба. Маған түрің Сен айтма, террористке мен ұқсайды. актермын де. Эксклюзив. Айттым, поисковигін тексеріп, сол поисковиктерден бәрін қарап, поисковигіңді іздеген заттарың ұнаған жоқ деді. Бір украинский контакт тауып алды. Сонымен қамап тастады. Тәжіктермен бірге сол жақтан Өзбекстанға ұшырып жіберіп, сөйтіп 50 жылға депорт беріп жіберді. Сен российский заттар келе алмайсың, ала алмайсың. 50 жылға мынау факт қой. Факт. Достар факт жобасында реальный факт деп қойсын. Әдвер. Келесі А әріп болғанда сіз туралы айтамыз. Қала деген өзіміз білетін халқы тығыз орналасқан тұрғындары бар. Енді жер қоя. Бәріміз білеміз ғой, зачем түсіндіріп. Ойланып ойын точно солай ма? Қала құрылу жалпы агломерация не болмаса урбанизация арқылы құрылады қала. Тамаша. Бірақ Тынық мұхитында бір арал мемлекет бар, Кирибати деген. Ол жерде қалалардың аттары өте қызық. Кирибати? Иә. Өте қызық қаланың аттары бар. Париж деген, Лондон деген, Польша деген, Банана деген, Крисмас деген қаланың аттары бар екен мемлекетте. И сөйтіп қойып қойған ғой қаланы. Банана бар, біз айт жоқ, иә. И бұл жердегі сұрақ, не себепті ондай атау берген қалаларға? Фантазиялар жоқ қой просто. Менің ойымша бұл туристерді тарту мақсатында деп ойлаймын. Парижде жүрмін дейді да, мысалы біреу. Қайдасың деп звондаса Парижде. Парижде жүрмін дейді. Сосын 2 сағаттан звондайды. Қайдасың? Лондоннан даңы Лондонға ұшып кеттім. Базар жоқ. Ей, бананда жүрмін дейді. Қойшы, деді примерно. Серьезно деді. Примерно сондай туристер тарту мақсатында деп ойлаймын. Дұрыс па? Өкінішке орай жоқ. Менің ойымша ол әртүрлі островтар, әртүрлі елдердің отары болды. Сол кезде сөйтіп қалалардың аттарын атағанда сонымен қалып қойған. Бұл Тынық мұхитте, аралы Кирибати. Ол енді кезінде жаңағы Тынық мұхитындағы көптеген аралдар білеміз. Ұлыбританияның мұхиттық континенті болды. Колониалдық кезең. Колониялары болды. Сөйтті да кейіннен ол аралды тастап ешқандай пайдасы болмай кетіп қалды. И жергілікті халық не істерлерін білмеді. Сөйтті да оларға жаңадан өздері мемлекет сайлау керек, тағайындау керек болды. Сөйтіп білетін каждый, мен айтпақшы Лондон деген қаланы білемін деп сөйтіп қоя берді. Примерно логика бойынша. Тұрсынбекпен тілеген жауаптарын қоссақ дұрыс жауап шығады. Колониалдық кезең болғандықтан британ әскерлер келіп жатқан кезде өздеріне ыңғайлы қылып атай берген. Давайте мына жерді Париж қыла салайық, мына жерді Крисмас қылайық деп.
Астана деген жоқ иә ішінде. Иә. Бірақ сол атау қалып кеткен ғой, қаншама ғасыр өтсе де. Саған контроль ойнаған кезде де өзіңе ыңғайлы атаулар бар ғой. Пит, Иә, иә. өзгерте берсең сөйтіп. Ол жақтарда атау андай болды ғой. Великобритания логикасы былай болған сияқты. Күнде бір жерде жаулап алады да олар. Бәрін ақ беріп шаша кетті да, короче. Именно осы Кирибатияға келгенде. Пох Париж. Ана Лондонда. Кім біліп жатыр да? Сол жақта жүріп қойсаң. Банана боласың. Банан жегім келіп тұр қазір. Лондонда жүрмін. Қашанға дейін боламыз? Жаңа жылға дейін Крисмас деп қоя саламын. Ана жерде жаңа жыл тойлаймыз, ана жерге Крисмас деп қойыңдар. Роналду. Тамаша. Осымен соңғы факттар кімге жауап бересіз? Мирасқа дауыс беремін. Мирасқа беремін. Рахмет изатса. Тико, сен жауабын бүгін шешпейді. Мен жауабым бүгін шешпейді, бірақ мен жауабымды бергім келеді. Мен жауабымды беретін болсам, мен Жоламанға беремін. Өздеріңізге бір күштірек шақырып алып қойыңыз. Осымен 10-шы выпускте 10-шы шықса. 24-ші выпуск осы сезонда аяқтап отырмын. 24-тен бастасаң. Логично ойлаған жоқсыздар, алфавит А, Б, В деп басталады ғой. Қ, неге Қ-дан басталады? Кімдерде 25 па солай шығады. Сонда 42 выпуск істейін деп сынамасыңдар. Даже Мягкий знак Қытай бар. Біз уже Қытай курсын жазылып қойдық, жаймен бастай береміз. Мен ұттым ғой деймін, иә? Сен ұтқан сияқтысың ба? Неткен сияқтым, иә? Өйткені мен атым көбірек упоминать етілді, как всегда. Сыйлығымызды бола ма? Мен ұттым ғой сыйлық. Сыйлығым. Тоқта, мен өзім алмаймын ғой. Сен алмайсың? Ұтқан адам сыйлықты табыстайды. Қалай жіктер? Сол үшін жарыс болсыңдар ма? Жоқ, ұтқан адам сыйлық табыстайды. Яғни сен ұттың, маған сыйлық табыстайсың. Бля, жігіттер келіспей еді. Фюсти болса екен. Қашоқта гүл ғой. Фюсти. Құны 3590. Фюсти. Шегі бәрі бар. Ақ пакеттің бағасын есептендір ме? Пакетпен қосқанда 3650 теңге пакет. В общем, таксимен 4000 ғой. Фюсти ромашка. Бұл бізде не деп ойлайсыздар? Фюсти ромашка. Қашоқта гүл. Гүл. Бұл факт. Бұл Тұрсынбекке осындай ерекше. Тұрсынбек, құтты болсын. Үлкен өссін. Гүлдерді Шәкірменің ғой, болмады, ана бірдеме қыссаң, сушняк шығуы мүмкін. Пакет ма? Қалай болады екен? Пакетпен алып жүр, солып қалуы мүмкін. Болды жігіттер, көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Құрметті достар. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі әріп қандай болсын деп өздеріңіз желаниеңізді. Осы әріп болса деген. Деген бар ма? Жазып кетіңіздер. Қазақша алфавиттердің бәрі болады. Қазақша әріптердің бәрі. Өгей маңыра қыласыңдар ғой. Неге маңыраймыз? 4 факт қана бар өгей емес. Аң дегеннен отырасыңдар ғой көтке. Аң дегенді мен айта алмаймын, сондықтан. Ң деген не дейді? Ыңда кетесіңдар. Кругозор кеңейткенге өте жақсы жоба екен. Рахмет жігіттер шақырғандарың. Тұрсынбек, саған рахмет. Рахмет сіздерге де. Саған да рахмет. Молодцы. Все, болды. Көп рахмет. Поздравляю, экстремизм.